Үшінші дәріс бақтағы дизайн негіздері. Бақ дизайны дегеніміз не? Бақтағы дизайн бұл газет, жарнама, теледидар, интернет және де басқа да медиа өнімдерін визуалды құрылымын, стилін, ақпаратты ұсыну форматын жобалау үдерісі. Ол мазмұнды, тартымды әрі оқырманға, көрерменге түсінікті етіп жеткізуді мақсат етеді. Негізгі элементтері: макет, мәтін мен суреттің бетіндегі орналасу тәртібі, типография, қаріп түрлері, өлшемі, әріп аралық қашықтық, түс, эмоциялық әсер береді, көңіл күй тудырады, графика, фотосуреттер, иллюстрациялар, диаграммалар, бас тақырыптар мен подзаголовкалар ақпаратты құрылымдайды. Бақ түрлері бойынша дизайн ерекшелігі: газет дизайны қарапайым, ақпаратты оқуға оңай болуы керек, қаріптері ірі, бағаналары тар, фотосуреттер мен мәтін тепеден орналасады. Журнал дизайны креативті, сәнді, стильді, көбіне визуалды элементтер мен дизайнерлік пішімдерде басымдылық береді. Теледидар графикасы, анимация, инфографика, динамикалық элементтерді қолданылады. Экрандағы мәтін қысқа әрі көрнекі болуы керек. Интернет-медиа қолданушыларға ыңғайлы интерфейс, мобильді құралдарға бейімделген интерактивті шешімдер. Қорытындылай келе, бақтағы дизайн тек безендіру емес, ақпаратты тиімді жеткізу құралы. Ол аудиторияның қызығушылығын арттырып, мазмұнды қабылдауды жеңілдетеді, әр медиа түріне сай ерекше тәсілдерді қажет етеді.